Сауысқан, бүгін қай күн өзі? Сәрсенбі, сәтті күн. Онда бүгін бір жақсылық болса екен. Сәтті күнді біреу бізге жасап бермейді. Оны өзіміз жасауымыз керек. Ендеше жасайықты, нені күтеміз? Ал сәтті күнді несімен сәтті қыламыз? Бізге дәл қазір не керек өзі? Әрине тамақ керек. Иә, қарнымыз қабырғамызға жабысып өлетін болдық қой. Бір рет болса да қарнымыз тойған емес. Ендеше соны жасаймыз. Нені жасаймыз? Қарнымызды тойдырамыз дедік қой. Немен тойдырамыз? Иә, немен? Қасқырлар ет жейді. Қойдың етін. Тоқты серкемен. Соларды айтпаш. Ылғи жейміз деп барамызды, таяқ жеп масқара боп қайтамыз. Соны айтам да, осы мультфильмнің көрермендерінен де ұят болды. Қанша сериясы өтсе де тоқты мен серкені әлі жей алмай келеміз. Көкшалдар, мына сөздерің сүйектен өтті. Біз осы серияда міндетті түрде тоқты мен серкені жеуіміз керек. Үнемі осылай айтамыз, сосын үйге ашқа айтамыз. Иә, 100 рет, тіпті 101 рет айттық. Әлі жегеніміз жоқ. Доғарыңдар, еңсеңді көтер, бөрлер. Көңілін түсірген көкшалға жараспайды. Жейміз дедік пе? Жейміз, болды. Олай болса серттесейік. Иә, алған беттен қайтпайық. Достықты сатпаймыз, аққуды атпаймыз. Бірақ тоқты мен серкені жемей қайтпаймыз. Кеттік. Алға қасқырлар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Адамның кәдесіне жарайтын нәрселерді жазса болады ғой. Серке, сен не адамсың ба? Тоқты, сен де сөзден ілгіздемей тыныш отырш. Адам болсын, жануар болсын, бір қоғамда өмір сүреміз. Мұнда ақыл кеңес жазылыпты. Қалай көңіл күйді көтеруге болады? Қане, күйзеліске түскенде әркез медитациямен айналысқан дұрыс. Тоқты, медитация деген не? Медитация жаныңды өзің қалаған күйге түсіру. Жан күй деп не деп кеттің? Түсініктетіп айтсаңшы? Қаласаң, медитацияны жасап көрсетейін. Әрине. Қане, көрсетші. Ендеше, мені мұқият тыңда. Серке, көзіңді жұм. Енді көз алдыңа елестет. Сен сонау мұхиттың ортасында қаралда жалғыз отырсың. Жалғыз деймісің? Ал сен қайдасың? Айнала тып-тыныш. Тек толқынның ғана үні естіледі. Алдыңда хош иісті гүлдер жайқалып тұр. Қасқырлар! Тоқты! Қасқырлар! Серке, мұның не? Қасқырлар елестеп кетті. Серке, сен қасқырларды ойлама. Басқа жақсы нәрселерді ойласаңшы. Қандай рахат! Мен теңізді осыншалықты әдемі деп ойламаппын. Екеуі де отыр. Қасқырлар, мен сендерді ойлап тұрған жоқпын. Қане, жоғалыңдар бұл жерден. Мұны екеуі не істеп отыр? Серке, басқа нәрсе ойлама. Серке, сен есіңнен ауысқаннан саумысың? Қасқырлар, тоқты, қасқырлар. Құрыған жеріміз осы болды-ау, тоқты. Мүмкін. Жоқ, еш нәрсе айтпа. Жейміз дедік пе болды, жейміз. Иә, тыңдамаймыз. Бір сөз айтпаңдар, тап қазір жеуге кірісеміз. Қоршаңдар, көкшалдар. Жақсы, жей қойыңдар. Біз қарсы емеспіз. Қалайша қарсы емессің? Шынымен еш нәрсе айтпайсың ба? Жей берейік бе? Иә, жей беріңдер. Тоқты, сен не деп тұрсың, есің дұрыс па? Жесеңдер, сендер бүгін ғана тоқ боласыңдар. Ертең қарындарың қайта ашады. Қайтадан азық іздеп әуреге түсесіңдер. Ал біз мұнда медитациямен айналысып жатырмыз. Ол не бәле? Медитация деген, мысалы, барлық уақытта тоқ жүруді үйретеді. Рас па? Бұл қалай сонда? Ойпырмай, Қаласаңдар үйретейін. Тоқты, рас айтасың ба? Біз медитацияны үйренсек,
Қарнымыз барлық уақытта тоқ жүре ме? Дәл солай. Ендеше үйрет бізге. Олай болса қанекер. Керемет қой. Олай болса, жайғасыңдар. Сендер теңіздің ортасында жалғыз аралда отырсыңдар. Айнала жым-жұрт, тек толқынның шуы ғана естіледі. Ортада қазан қайнап тұр. Қазан толы ет. Ненің еті екен? Иә, ашып көрсек бола ма? Бірақ қазандағы ет емес, жай тас екен. Ей, тоқты, тасың не сенің? Қайда кетті екеуі? Ей, бізді байлап тастап қой. Қап, мыналарда я, тағы да масқара болдық қой. Негізі бар ғой, Серке. Медитация деген жақсы нәрсе екен. Қасқырларды да қатырдық. Білмеймін, Серке. Әйтеуір саған наса болды.